Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз оңай үш есепті талдайтын боламыз. Біріншісі, 20,2 грамм калий нитратын қыздырғанда бөлінетін оттегінің қалыпты жағдайдағы көлемі. Калий нитраты қыздырылған кезде калий нитриті мен оттегі ыдырайды. Калий нитратының және калий нитритінің алдына екі коэффициенттерін қойып шығамыз. Осы жерде калий нитратының массасы 20,2 грамм, түзілген оттектің көлемін табуымыз керек. Біз калий нитратының молекулалық массасын жазамыз. Калий нитратының өзінің молекулалық массасы 101-ге тең, алдындағы екі коэффициентімен 202 грамм бөлінген моль болады. Ал оттектің көлемін табуымыз керек, демек біз қалыпты жағдайдағы көлемді қолданамыз. Ол 22,4 литр бөлінген мольге тең. Осы жерден пропорциямыз 20,2 грамм, x литр, 202 грамм бөлінген моль, 22,4 литр бөлінген моль. Осыдан x табатын болсақ, 20,2-ні 22,4-ге көбейтіп, 202-ге бөлуіміз керек. Бұдан 2,124 литр шығады. Екінші есеп. 5,6 литр ацетилен қалыпты жағдайда жанғанда бөлінген көмірқышқыл газының көлемі. Ацетилен формуласы С2H2. Жағамыз, яғни оттекпен әрекеттестіреміз. Ол кезде көмірқышқыл газы мен су түзіледі. Осы жерде бірінші көміртекті теңестіріп көреміз. Көміртек реакцияға дейін 2, реакциядан кейін 1. Ал сутек реакцияға дейін 2, реакциядан кейін 2. Ал оттегіміз реакцияға дейін 2, реакциядан кейін 3-ке тең болып тұр. Демек біз бірінші оттекті жұптап аламыз. Судың алдына 2 қоямыз. Әрі қарай сутегіміз 4-ке көбейіп кетті. Яғни ацетиленнің алдына 2 қойып, сутекті 4-ке теңестіреміз. Ацетиленнің алдына 2 қойған кезде көміртегімізде 4-те болып кетеді. Сондықтан көмірқышқыл газының алдына 4-ті қоямыз. Осылай көміртек теңеседі. Әрі қарай реакциядан кейінгі оттектің санын есептейміз. 4-ті 2-ке көбейтеміз, 8, оған 2-ні қосамыз, 10. Сол 10-ды оттектің 2 индексіне бөлеміз. Біз коэффициент оттектің алдына жазылады. Енді осы жердегі 5,6 литр ацетиленнің көлемі біз табуымыз керек көмірқышқыл газының көлемін. Қалыпты жағдайда тұрақты көлемді қолданамыз. 22,4. Оны ацетиленнің алдындағы 2 коэффициентіне көбейтеміз. Демек, 44,8 литр моль жазылады. Ал көмірқышқыл газының алдында 4 тұр. Сол осы 4-ті 22,4-ке көбейтеміз. 89,6 литр бөлінген моль болады. Пропорциямыз 5,6 литр, x литр. 44,8 литр бөлінген моль. 89,6 литр бөлінген моль. Осы жерде x табатын болсақ, 5,6-ны көбейтеміз, 89,6-ға бөлеміз 44,8-ге. Біздің көлеміміз 11,2 литрге тең болады екен. Үшінші есеп. Массасы 10,8 грамм 3 валентті металмен қышқыл әрекеттескенде түзілген сутектің көлемі 13,44 литр қалыпты жағдайда болды. Бұл қай металл? Яғни белгісіз металға, бұл металымыз 3 валентті, жазып қойайын. Қандай да бір қышқылмен әрекеттескенде, мен
тұз қышқылын алайық. H хлор. Металдың тұзы және сутек газы бөлінеді. Осы бөлінген сутектің көлемі 13,44 литрге тең. Ал бастапқыда берілген металдың массасы 10,8 граммға тең. Реакцияны теңестіріп алайық. Сутектің алдына 3, металл хлоридінің алдына 2 және H хлордың алдына 6 қоямыз. Бұл кезде металдың да алдына 2 қойылады. Бізге металдың атомдық массасы белгісіз, сондықтан мына жерге 2х деп қоямыз. Ал сутектің көлемі берілген, демек тағы да қалыпты жағдайдағы көлемді қолданамыз. 22,4-ті 3-ке көбейтеміз. Бізде 67,2 литр бөлінген моль болады. Әрі қарай 2х-ті 13,44-ке көбейтеміз. Тең 10,8 көбейтілген 67,2. Бұл жерде 26,188 х-іміз 725,176-ға тең болған. Осы жерде х табу үшін 725,176-ны бөлеміз 26,188-ге. Сонда мәніміз 27 шығады. Ал 27 грамм мольге тең болатын 3 валентті металл бізде алюминий.